Йо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Бүгін біз Кевде туалеттің 73-ші сериясының 2-ші бөлімін көретін боламыз. Прям жаңа шыққан болатын 1 сағат бұрын. И уже 1.200.000 просмотр. Ужас просто, да фак бұл не істеп жатыр. Короче, достар, мен сәл ауырып қалдым. Мен басым қатты қысылып, короче, давлением низкий болып тұр. Сондықтан да бір білмейтін жерім болып қалса, ол просто есімнен шығып кеткені болатын. И видео бастамай тұрып, обязательно лайктарын басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Прям максимально лайк басып, поддержка жасап жіберіңдер. И видеоны бастаймыз, достар. Ужас. Еба, басмай. Короче, спикермен, спикер Титан, камера Титан и ТВ Титан Джименге келді. Еш жерге қаша алмайсың деп айтып жатыр. Ақмақтар, сендерді не күтіп тұрғанын білмейсіңдер. Не күтсе де осы жерде өлесің деме, бір нәрсе деді, короче. Форс не дейді? Фор скинтис деген еді, есіне шығытты. Так, энергиясын өзіне тартып алды дейме? Еще очки жоқ қой бұның. Контроль қалды. Ё-майо. Анау жасыл энергиядан қорққан енді. Стоп. Жасыл энергия дафактың энергиясы емес па? Или мен шатасып жатырмын ба? Неужели дафак көмектесіп жатыр? Енді фиолетовый энергия. Фиолетовый энергия контроль қалады. Неге контроль қалмады? Стоп, неге контроль қалмады? Аха. Ұрып жіберді. Дұрыс болды. Біз көргенбіз деп жатыр ғой камера Титан. Ал, кел маған дейді. И давай. Неужели Титандар жеңеді? Блин, спикер все-таки бір холм жоғалтып алды. Бір пушкасын. Нет. Қош, қайтадан спикер Титанды контроль қалды ма? Сен менің кісін дейді. Неужели Джименді просто өлтіре салады? Обычный миньонский бейстердің өзі жеңіп жатыр ғой. Мына кислота өзін жарып жібереді. Білдім ше. Ужас. Джимен жынданып жатыр. Джимен өлмейтін болып кеткен ба? Кожасы немене бәле? Атады. Блин. Все-таки спикердің контрольден алып қапты ғой, я? Контрольден шығыпты ғой. Шыққанның өзінде 3 Титан 1 Джименді тамай атыр. Офигеть. Бірақ спикер Титан ұтылмай атыр. Максимально өлгенше ұрып атыр. И давай. Өтпейді ғымнаның қылышы ше. Күт дейді. Стоп, you need me. Ты мне нужен. Сен маған керексің дейді. Only your head. Тек сенің басың дейді. Неге ТВ Титан болған керек, мен түсінбедім. Қазір өл дейді. В общем, Джимен қашып кетті. Жоқ, қашпады. Ящиктің ішінде не бар екенін білетін боламыз. Жоқ дейді.
survive деген не еді? Бір минутта сыр переводталайын. Короче, survive деген мен тірі қаламын деген сөз екен. Мен тірі қаламын дейді. Немене бәле? Не деген қолдар шықты? Не деген щит? Все-таки щитта защитасы болып тұғы, достар. TV Титан жынданып атыр. Эпично. Эпик болды, достар. Маған в принципе ұнады, бірақ кейбір моментте сұрақтар менің туындап тұр. Бірінші момент ол біздің анау Джименнің атқан кезіндегі жасыл лазерлер, ол лазерлердің эффекті жарып жіберу эффекті ау деймін, менің ойымша. Өйткені ол қолданған кезде, мені лақтырып жіберді. Бұл жарып кетті, просто жарып кетті. То есть фиолетовая энергия контрольға, ол жасыл энергия қосылған болса сарыға, ол жарып жіберетін бомба екен просто. В принципе түсінікті ол, бірақ Джимен мен жасыл түс негізі байланысты. Все-таки Джимен аяғында все-таки менің ойымша біздің досымыз болып шығады. Менің ойымша. Өйткені камера компьютермен көмектескен сияқты. Сосын мына жерде мен байқап қалдым оны. Сендер байқадыңдар ма білмеймін. Мына жерде жасыл свет жанып жатыр. Все-таки дафак қарап тұр ма деймін де, бір сондай момент болып қалды маған. Мен дафактың өзі де ойладым, бірақ жай ғана жасыл түс екен. И вообще серияда өте андай чисто эпичный серия қылыпты. Менің түсінбегенім тағы Джименнің айтқан сөздерін түсінбедім. Типа сен маған керексің деп TV Титанға айтты. Камера Титан емес, спикер Титан емес, именно TV Титан керек екен. Неге десеңдер, менің ойымша TV Титан ең мықтысы Титандардың арасында. То есть даже камера Титан и спикер Титан TV Титанның күшіне жетпейді. И байқадыңдар ма, Джимен өте қатты дамып кетті. И бізге тағы бір сұраққа жауап берді. Контейнердің ішінде не бар деген сұраққа. В общем, контейнердің ішінде все-таки защитасы болып тұғы, бронясы, жаңа технологиялар, короче. Ол технологияны біз примерно біліп тұрып, кім істеп берген, өлмей тұрып, скибиди ғалымдар емес па? Ол өлмей тұрып, негізі Джименге осындай технологиялар тастап кеткен болатын. Өйткені Джимен қашып бара жатқан кезде сол заттарды именно ғалымның базасынан алып кеткен болатын. Ғалым өліп жатқан кезде. Вот. В принципе, серия реально экшен болды, чисто экшен. Көп сұрақтар туындап кетті. Именно осы Джимен сатқын ба, сатқын емес па, астроскибидистерді сатып кеткеннен кейін енді басқа баратын жері жоқ. Сондықтан да ол все-таки титандарға сәл сеніп жатыр. Конкретно бір титанға сеніп жатыр, ол TV Титан. TV Титан неге сеніп жатқанын мен түсінбедім. Или анау жасыл энергияда бір ерекше зат болды да, потом бірнеше жылдан кейін денесін захват жасайтын. Кім біледі? Ал сендер өздерің теорияны комментарияға жазып кетіңдер. Обзор ертең түсірсем, бірақ қазір басым қатты ауырып жатыр, достар. Сондықтан да может даже туған күнімнен кейін жасайтын шығармын. В общем, сендер видеоның соңына дейін көргендеріңе үлкен рахмет. Теорияларыңды күтемін комментарийда. Лайктарыңды басып кетіңдер. Максимально бөлісіңдер осы видеомен. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.